Антика философиясы ежелгі грек-рим философиясының негізгі сипаттамасы және периодизациясы. Антика философиясы ежелгі грек және рим мәдениеттері аясында дамыған философия. Ол өзінің мазмұны мен жетістіктерінің деңгейі жағынан әлемдік өркениетке орасан зор ықпал етті. Таным мен әлеуметтік байланыстардың көптеген заманауи түрлері ежелгі мәдениеттің, әсіресе философияның тәжірибесі мен мұрасына негізделген. Қазіргі заманғы ойлау құрылымы ежелгі ойлау тәсілінің өшпес іздерін қалдырады. Сұрақтарды тұжырымдау, адамның танымдық қабілетінің идеясы, әлеуметтік саяси жүйелерді құру ерекшеліктері, тарихи мен логикалық баяндау әдістемесі және тағы басқалар негізінен грек-рим өркениетінен алынған. Ал көне рухты танытудың шарықтау шегі антикалық философия болды. Грек антикалық философиясы біздің дәуіріміздің дейінгі 7-6 ғасырларда қалыптасты. Ол ежелгі шығыс философиялық жүйелерінен өзінің сипаты мен мазмұнының бағытымен, әсіресе философиялау әдісімен ерекшеленеді және шын мәнінде қоршаған дүниені рационалды түрде танудың тарихтағы алғашқы әрекеті болып табылады. Тарихи тұрғыдан ежелгі грек ойы ежелгі римдік ойлардан бұрын қалыптасқан. Рим философиясы негізінен ежелгі грек дүниетанымының аясында дамыды. Өздеріңіз білетіндей, антикалық философия бірте-бірте аңғал мифологиялық дүниетанымнан туындады. Ежелгі грек рационализмінің ізашары ежелгі аллегориялық әңгімелермен бейнеленген табиғаттың негізгі заңдарының бейнелі көрінісі. Алғашқылардың бірі Гомер мен Гесиодтың өлеңдері болды. Гомер дүниенің 3 қағидасы туралы былай деп жазады. Біріншісі Никс, әлемнің бастапқы күйінің бір түрі, кейінгі барлық оқиғалардың бастапқы нүктесі. Екіншісі Океанос, бүкіл әлемді орап жатқан ең бастапқы теңіз. Ал үшіншісі Тетис, сумен тікелей байланыста болған және барлық тіршілік иелерін тудырған әмбебап тіршілік күші. Гесиодтың шығармаларында бәрі басқаша болды. Болмыс суретінің бастапқы түпкі себебі хаос. Хаос бүкіл әлемнің жағдайы және оның одан әрі дамуы мен қалыптасуы. Гесиодтың хаос ұғымы ол тек әлемде болуы мүмкін барлық ықтималдықтардың жиынтығы. Бірте-бірте пішінсіз, өте біртекті хаос массасында жер немесе гея, өмірлік энергия немесе эрос, қараңғылық немесе эребос, жұлдызды аспан немесе уран және тағы басқа заттар қалыптасады. Антикалық философия кездейсоқ пайда болған жоқ. Ол ежелгі грек мифологиясымен келіспеушілікке негізделген. Гректердің арасында осы дүниені құдайлар жаратты дегенге келіспейтіндер де болды. Олар пайда болу себептерін мифтерден емес, табиғаттың өзінен іздеу керек деген мәселені көтерді. Негізі антика философиясының дамуы 3 кезеңнен өтті. Бірінші кезең Сократқа дейінгі немесе иониялық кезең біздің дәуіріміздің дейінгі 7-5 ғасырлар аралығын қамтиды. Екінші кезең Сократ немесе классикалық кезеңі біздің дәуіріміздің дейінгі 5-2 ғасырлар. Ал үшінші кезең Сократтан кейінгі немесе Рим эллинистік кезең біздің дәуіріміздің дейінгі 1-ші, біздің дәуіріміздің 5-6 ғасырлары. Мұндай бөлудің критерийі әр кезеңге сәйкес келетін негізгі сұрақ болды. Бірінші кезеңнің басты сұрағы әлемнің барлығы неден тұрады, неден жасалған деген сұрақ болды. Екінші кезеңнің басты мәселесі адамның онтологиялық ішкі болмысы неде, ал үшінші кезеңнің басты сұрағы адам өмірінің мәні неде, яғни бақыт дегенне деген мәселе болатын.